Сәтқамзал Астаев атындағы орта мектебі тұлғаны таны айдары прокуратурада қонақта. Қош келдің. Рахмет. Заң мен тәртіп айлығы аясында сізден сұхбат алуға келіп тұрмыз. Өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз. Мен Қатон-Қарағай ауданының прокуроры Ришат Орынбасарұлы Закарьянов. Осы ауданда 2 жылдай болды қызмет атқарып келем. Енді қалған сұхбаттың барлығын дәлізде емес, өзімнің кабинетімде жалғастырсақ, жүр. Жалпы заң мен тәртіп идеологиясының негізгі міндеттері туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілендіру туралы тұжырымдама айқындаған болатын. Тұжырымдаманың мақсаты жоғарғы құқықтық мәдениет қалыптастыру қоғамда. Сонымен қатар мемлекеттік және құқық қорғау органдарының беделін арттыру, қылмыстылықты азайту, сонымен қатар азаматтардың қауіпсіз ортада өмір сүру деңгейін қалыптастыру. Енді құқық қорғау органы ретінде аудан прокуратурасы да аталған шараға белсенді атсалысуда. Біз заңдылықты қадағалауды күшейттік. Сонымен қатар құқықтық ағарту ісіне көңіл бөліп, көптеген лекциялар, дәрістер және кездесулер өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар өздерің сияқты оқушылардың да арасында. Сізге осы алғашқы сұрағымыз, жалпы прокурор мамандығын неге таңдадыңыз? Енді жалпы өздерің сияқты мектеп оқушысы болған кезде Шерлок Холмс деген кино болатын. Қылмысты жасап, артынан іздеп, оны қылмыстық ашуды соған қызығатынмын. Детективті романдар болатын. Соны оқып, соның заңгер мамандығын таңдағам. Сол мектеп бітіргеннен кейін бірден ең бірінші ешқандай ойлаусыз заңгер мамандығына түстім, оқуымды тәмамдадым. Одан кейін әскери борышымды өтегеннен кейін прокуратура қызметіне өзімнің бұрыннан бері армандап жүрген қызметке кірдім. Содан кейін 20 жылдай уақыт болды аталған жұмыспен айналысудамын. Алғашқы қызметіңізді қай жерден бастадыңыз? Прокуратурада алғашқы қызметімді Глубокое ауданы, Шығыс Қазақстан облысында прокурордың көмекшісінің міндетін атқарушы болып бастап, ары қарай облыстық прокуратура, Зайсан ауданында, Шемонаих ауданында, ең ақырға міне осы Қатон-Қарағай ауданында жалғастырудамын. Жалпы прокуратураның негізгі міндеттері мен қоғамдағы рөлін туралы қысқаша айта кетсеңіз. Жалпы прокуратура мемлекет атынан заңдылықты сақталуға жоғарғы қадағалауды жүзеге асыратын орган. Ең алдымен. Сонымен қатар мемлекет тарапынан мемлекеттің мүддесі үшін соттарда мемлекеттің мүддесін қорғайды. Сонымен қатар мемлекеттің атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. Ол дегеніміз, өзіңіз енді кинолардан көресіз, жаңалықтардан тыңдайсыз, қылмыстық іс қозғалды, соттарда прокурор қатысты әртүрлі резонанстық істер болады. Соның барлығын біз мемлекеттің атынан жүзеге асырамыз. Өзіміздің атынан емес, басқа органның атынан емес, мемлекеттің атынан. Тағы да негізгі біздің міндетіміз ол әрине адамның құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттің құқықтары мен бостандықтарын қорғау, оны қалпына келтіру және оны қадағалау. Ең негізгі міндеттеріміз және мақсаттарымыз прокуратураның осы. Енді мектептегі заң бұзушылықтардың ең жиі кездесетін түрлері және оның алдын алу үшін не істеу керек? Қатон-Қарағай ауданында нақты мектеп ішінде қандай да бір заң бұзушылық орын алған жоқ. Ол өте жақсы көрсеткіш. Бірақ та басқа мектептерде, басқа аудандарда, басқа облыстарда, жалпы Қазақстан аумағында ең жиі кездесетін мектеп ішіндегі, жалпы оқушылардың ішіндегі заң бұзушылық ол әрине буллинг. Сонымен қатар ұсақ бұзақылықтар кездеседі, жиі мүліктерге зиян келтіру өте жиі кездеседі. Сонымен қатар үлкен қалаларда жиі кездесетін заң бұзушылықтардың түрі, әсіресе колледждерде, ол бопсалау өте жиі кездеседі. Ол үшін жауапкершілік көзделген. Енді олардың алдын алу ең алдымен менің ойымша тәрбиелік құқықтық сабақтар өткізу.
ең алдымен ата анасымен, одан кейін мектеп ішіндегі класс жетекшілерімен, сыныптастарымен бірлесіп тәрбиелік сабақтар, тәрбиелік түсіндіру жұмыстарын қарқынды жүргізу. Енді буллинг пен кибербуллингке қатысты заңда қандай жауапкершілік қарастырылған? Енді жалпы ол сұрақты қарамас бұрын, жалпы буллинг және кибербуллинг деген не екенін түсіндіру кету қажет деп есептеймін. Ол буллинг дегеніміз агрессия не болмаса күш көрсету арқылы бір адамның басқа адамға күш қолдану арқылы өзге адамды қорлауы. Ол мысалы үшін қорлау жалпы күшпен немесе сөзбен де болуы мүмкін. Ал кибербуллинг аталған нақ осы әрекеттің әлеуметтік желі арқылы, телефон арқылы жасалуы. Енді буллинг және кибербуллинг үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік көзделген. Қылмыстық жауапкершілік, егер де буллинг жасаған кезде оның салдары ауыр салдарға әкеп кетсе, ол қылмыстық жауапкершілікке көзделген. Ол мысалы үшін буллинг есебінен адам мысалы үшін суицид жасаса, не болмаса басқа да ауыр зардаптар әкеп шығарса, онда қылмыстық жауапкершілік көзделген. Енді оқушылардың құқықтары мен міндеттері туралы айта кетсеңіз. Енді менің ойымша, оқушылардың ең алдымен білім алуға құқығы бар. Сапалы, мемлекет берген білімді тегін алуға құқығы бар. Сонымен қатар өз пікірін ашық сол мектеп ортада білдіруге құқығы бар. Сонымен қатар қауіпсіз мекемеде, мысалы үшін қауіпсіз мектепте оқуға құқықтары бар. Енді құқықтары өте көп. Әрине міндеттері ең бірінші ол мектептегі ережелерді қатаң сақтау. Мектептің өз ережелері болады, соның барлығын сақтаса, ата-анасын құрметтеу, өзінің мұғалімдерін, сынып жетекшілерін, сыныптастарын құрметтеу, ол негізгі міндеттері мен құқықтары болып табылады. Жалпы кәмелетке толмағандардың әкімшілік және қылмыстық жауапкершілігі қай жастан басталады? Енді әкімшілік заңнамаға сәйкес, Қазақстан Республикасында әсіресе әкімшілік кодекске сәйкес, кәмелетке жасқа толмағандар ретінде 16 жасқа толған, бірақ та 18 жасқа толмаған тұлғаларға әкімшілік жауапкершілік көзделген. Сондықтан әкімшілік жауапкершілік 16 жастан бастап көзделген. Ал әкімшілік жауапкершілік не өзіне салынады, не болмаса ата-анасы, не болмаса заңды өкілдеріне салынады. Әкімшілік жауапкершіліктің түрлері ол әрине ең бірінші айыппұл салынуы мүмкін кәмелет жасқа толмағандарға. Содан кейін қамаққа алудан басқа барлық әкімшілік жаза түрлері кәмелеттік жасқа толған тұлғаға салынуы мүмкін. Ал қылмыстық жауапкершілікке келетін болсақ, жалпы әкімшілік құқық бұзушылық сияқты қылмыстық жауапкершілікті кәмелеттік жасқа толмаған балаға 16 жастан бастап көзделген, бірақ та кейбір қылмыстық түрлері бар. Мысалы үшін адам өлтіру, адамға қасақана ауыр зиян келтіру денсаулығына, олар барлығы 14 жастан бастап қылмыстық жауапкершілік көзделген. Енді мектеп оқушыларына әлеуметтік желілерді дұрыс пайдалану бойынша қандай кеңес берер едіңіз? Енді қазір барлығымыз әлеуметтік желімен кең қолданамыз ғой. Барлығымыздың ұялы телефон бар, әрқайсымыздың өзіміздің жеке парақшаларымыз бар. Ең бірінші, менің ойымша, әлеуметтік желідегі сілтемелерге белгісіз сілтемелер болады, соларға кірмеу. Енді адамдар қазір әлеуметтік желі дамыған заман, өзің мысалы үшін Қатон-Қарағайда отырып, кез келген адаммен Қазақстан ішінде болмасын, не болмаса басқа жерде болмасын, сен таныса аласың, сөйлесе аласың. Сол кезде абайлап танысу, алаяқтың құрбаны болмау, сонымен кибербуллингке ілінбеу. Енді ондай іс-әрекеттер болса, кибербуллинг, алаяқтық, тағы да басқа белгісіз сілтемелерге кіркету. Содан кейін үлкен қалаларда жиі кездеседі, аталған сайттар арқылы, сілтемелер арқылы наркотик сататын жағдайлар болады. Соның ішінде кәмелетке жасқа толмаған оқушылар. Соның барлығы белгілі болған жағдайда, ең алдымен үйде болсаң ата-анаңа,
мектепте болсаң мұғалімдеріңе, мектептің қызметкерлеріне, ата ананың көмегімен полицияға жүгінуге, осының барлығын айтуға құқықтарың бар. Ата аналардың баласының тәртібі мен қауіпсіздігіне қатысты заң алдындағы жауапкершілігі қандай? Енді әр ата ана баласын заң бұзушылыққа итермелемейді ғой, заң бұзушылық жасамасын деп айтады. Әрине ата ана кәмелеттік жасқа толмаған балаға іс әрекетіне барлығына жауапты. Ол үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Мысалы үшін, егер де кәмелеттік жасқа толмаған бала кешкі 11-де ойын сауықтыру орталықтарында жүрсе, жалғыз өзі, не болмаса, мысалы үшін, көшеде сағат 10-нан кейін жалғыз өзі жүрсе, ол үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Ол мысалға келтіріп отырмын. Кәмелеттік жасқа толмаған баланың бағана жоғарыда айта кеттім, іс әрекеттеріне баламен қатар, оқушымен қатар, әке-шешесі де жауапкершілікке тартылады. Ол айыппұл салынады оларға тиісті шектеулер қойылады. Сол үшін баланың іс әрекетіне кәмелеттік жасқа толмағанға дейін ата анасы жауапкершілік көзделген. Жақсы, рахмет. Енді егер оқушы өз құқығының бұзылғанын байқаса, қайда және қалай жүгінуі керек? Енді қандай да бір мектеп ішінде құқық бұзушылық орын алатын болса, ең алдымен ол сынып жетекшілері бар, мектептің қызметкерлері бар, мектепте полиция қызметкерлері бар, жүгінуге болады. Сонымен қатар өзіңіз мектепте оқисыз, мектепке кіреберісте, ең бірінші кіреберісте QR-код болады, ұрпақ код деген. Прокуратураның сайтында кез келген уақытта телефон арқылы сол сілтемеге кіріп, кез келген құқық бұзушылық туралы сіз айта аласыз. Прокуратура органдарына бірден аталған сілтемеңіз, сұрақтарыңыз түседі. Біз тез арада шара қолданамыз, егер де қандай да бір заң бұзушылық орын алған кезде. Аталған сілтемелер мектептің ішінде, әр дәліздерде, асханаларда, бәр жерде орналасқан. Ол құқық бұзушылықтың алдын алудың және ең оңай жолы. Сілтемеге кіресіз, қаз телефонның бәрінде бар. Содан кейін біз жауабын береміз. Рахмет. Енді прокуратура мен мектеп оқушылары арасындағы ынтымақтастық қандай бағыттарда жүзеге асады? Енді оқушылар арасында өзіңіз білесіз, қазіргі заманда прокуратура бар. 2025 жылы, мысалы, Ластаев мектебінің аясында өзіміз қазақ күресінен жарыс ұйымдастырдық. Оқушылардың барлығын жинап, ауданаралық 2 аудан келді. Содан кейін аталған мектептің оқушыларынан бөлек команда жасап, мәдени іс-шара Өскемен қаласында облыс прокуратурасының бастамасымен өткен іс-шараларға қатыстырдық. Онда мектеп оқушылары жүлделі орын алып, бағалы сыйлықтармен марапатталған. Мектептің әкімшілігі бастамасымен аудан прокуратурасына мектептің сыныптары келіп танысу жұмыстарымен жүргізілген. Оларға өздеріңіз сияқты мектептің прокуратураның жалпы тәртібі, тыныс-тіршілігі, жұмысмен таныстырған болатынбыз. Ондай жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Бүгін мысалы үшін өзіммен сұхбат беріп жатырмын. Енді жұмыс әрқалай жалғасады деп ойлаймын. Оқушыларға заңды құрметтеп, жауапкершілікті сезіну үшін қандай негізгі кеңес берер едіңіз? Енді оқушы болсын, кез келген Қазақстан Республикасының азаматы, ол заңды білу қажет, заңды құрметтеу қажет, және заңды орындау қажет. Сол себепті кез келген балаға, мектеп оқушысына, оның әрбір істеген іс-әрекетінің, заңсыз істеген іс-әрекеттердің салдары болатынын түсіндіріп, заңды бұзбауға және ең бастысы сабақты дұрыс оқуға кеңес беруші. Жақсы, осымен сұрақтарымыз аяқталды. Сіздің берген кеңестеріңіз бен пікірлеріңіз біз үшін өте пайдалы болды. Рахмет. Жақсы.